Саламатсыздар ма оқушылар? Бірінші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші тапсырма: төменде көрсетілген суреттердің қайсысы затты білдіреді? Жалпы оқушылар, зат дегеніміз денені құраушы нәрсе. Мынау бізде берілген стакан. Стакан шыныдан жасалады, демек бізде шыны зат, стакан дене болып табылады. Ал мұнда мінекей орындық ағаштан жасалады, ағаш зат, орындық дене болып табылады. Мұнда мінекей болат, ағаш, мрамор, қорғасын деген бұлардың барлығы заттар болып табылады. Демек бізде С дұрыс жауап болады екен. Мұнда мінекей ыдыс берілген. Ыдыс дене, ол денені құраушы нәрсе, фарфор деп алсақ болады. Енді екіншісінде физикалық шамалардың қайсысы векторлық шама? Оқушылар, жол бізде скаляр шама, аудан скаляр шама, көлем скаляр шама болады, жылдамдық векторлық шама болады. Жылдамдықтың ХБЖ халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігін көрсетіңіз. Өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесінде метр секунд болады. Төртінші тапсырма: төменде көрсетілген суреттер арасынан бір қалыпсыз түзу сызықты қозғалысты анықтаңыз дейді. Мұнда 2 секундта 3 метр, мұнда да 2 секундта 3 метр, 2 секундта 3 метр, 2 секундта 3 метр жүрген екен. Демек бұл бір қалыпты қозғалыс. Мұнда 15 минут, 15 минут, 15 минут, 15 минут берген. Уақыттары бірдей, бірақ жүріп өткен жолдары 30, 20, 15, 10 болып берілген екен. Демек бізде бір қалыпсыз осы В нұсқасы болады екен. Мұнда мінекей 60 минут, 60 деп берілген. Әр аралықта 900 километрден жүріп өткен екен. Алдыда да дәл сондай бір қалыпты қозғалыс. Оқушылар, 5-ші тапсырмада мына сандардың стандартты түрінде жазылған нұсқасын таңдаңыз. Мінекей мұнда А нұсқасында 48 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деп тұр. Мінекей 1, 2, 3, 4 дәреже, ал мұнда 16 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі дейді. Мұнда мінекей оқушылар өтір солдан оңға қарай жылжитын болса, дәрежеміз минус болу керек. Демек А нұсқасын алмаймыз. 4,8 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деп тұр. Егер 4,8 болатын болса, дәреже 5 дәреже болу керек. Демек 4 дәрежені қабылдамаймыз. Мұнда мінекей 4,8 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесін қабылдаймыз. Мінекей 3, 4, 5 орын жылжып тұр. Ал мұнда мінекей минус 9 дәреже. Демек бізде Д дұрыс жауап болады екен. Енді 6-ші тапсырмада ойыншық трактор түзу бойымен А нүктесінен С нүктесіне дейін барып, қайта Б нүктесіне оралды. Енді трактордың жүрген жолы. Мінекей А нүктесінен шығады. 0, 1, 2 деген орыннан шығады. С нүктесіне дейін барады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дециметр жүреді. Қайттан Б нүктесіне оралады. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Сонда 13 дециметр жүреді екен. 13 дециметр немесе осыны немесе 1,3 метр деп алсақ болады. Трактордың орнын ауыстыру. Бастапқыда оқушылар А нүктесінде еді. С нүктесіне барып, Б нүктесіне қайттан келеді. Бастапқы және соңғы нүктенің ара қашықтығын аламыз. Сонда мұнда мінекей 2 еді. 1, 2, 3. Сонда 3 дециметр болады екен. 3 дециметр немесе 0,3 метр деп аламыз. Енді 7-ші тапсырмада оқушы суретте көрсетілген өшіргіштің ұзындығын өлшеу керек. Сызғыштың бөлік құнын анықтаңыз. Бөлік құны қанша сантиметр, соны табамыз. Ол үшін оқушылар кез келген аралықты азайтамыз. Мысалға 2-ден 1-ді азайтайық. 1 болады, аралығы 1, 2, 3, 4, 5-ке бөлінген. 1-ді 5-ке бөлеміз. Сонда 0,2 сантиметр болады. Өшіргіштің ұзындығын анықтаңыз. Өшіргіштің ұзындығын өлшеу қателігін ескере отырып жазыңыз. Өшіргіштің ұзындығы мінекей 0-ден басталған. 0, 1, 2, әрбір аралығымыз 0,2-ге тең. 0,2, 0,4, 0,6, 2-ні қосамыз, сонда 2,6 болады. Ал мұнда плюс минус дегеннен кейін осы бөлік құнының жарысын жазамыз. Яғни 0,1. Енді оқушылар, 8-ші есепте көлбеу жазықтықта
науа мен шар 0,6 метр секунд жылдамдықпен домалап түсіп, горизонталь жазықтықта түреге дейін 1,2 метр секунд жылдамдықпен қозғалды. Асында көлбеу жазықтықтан шардың түсу уақытын анықтаңыз. Ондағы 8-ші тапсырманың берілгендері бойынша енді біз асында Т1-ді табу керекпіз. Т1-ді табу үшін S1-ді V1-ге бөлеміз. Мұндағы S1 1,2 метрге тең, ал V1-іміз 0,6 метр секундқа тең. Сонда 12-ні 6-ға бөлеміз, 2 секунд болады. Оқушылар, мінекей жаңағы уақыт бізде 2 секунд болды. Бысында горизонталь жазықтықта түреге дейін қозғалған шардың уақытын анықтаңыз. Яғни Т2-ні табамыз. Т2-ні табу үшін S2-ні V2-ге бөлеміз. S2 3,6 метр, V2 1,2 метр секунд. Екеуін бөлген кезде 3 секундқа тең болды. Мінекей Т тең болады 3 секундқа. Шардың барлық жол бойындағы орташа жылдамдықтарын есептейміз. Орташа жылдамдығын есептеу үшін оқушылар S1 мен S2-ні қосамыз, Т1 мен Т2-ні қосып бөлеміз. S1 1,2 метр, қосамыз S2 3,6 метр, Т1 бізде 2 секундқа тең, Т2 3 секундқа тең. Сонда 4,18 метрді бөлеміз 5 секундқа. Сонда бізде 0,196 метр секунд болады екен. Оқушылар, 9-ші есеп. Суретте дене координатасының уақытқа тәуелді графигі берілген. 0,3 секунд интервалындағы дененің жылдамдығын анықтаңыз. Мінекей мынау 0 мен 3 секунд аралықтағы дененің жылдамдығын табамыз. Оқушылар, бізде Т тең болады 3 азайтылған 0 тең болады 3 секундқа. Ал енді жолы S тең болады 0 мен 3 секунд аралығында мінекей 12 метрге тең екен. Сонда жылдамдықты табу үшін S-ті Т-ға бөлеміз. 12 метрді бөлеміз 3 секундқа. Сонда 4 метр секунд болады. 3-6 секунд интервалындағы дененің жүрген жолын табыңыз. Жолды табу үшін жылдамдықпен уақытты көбейтеміз. Немесе оқушылар, осында формуланы қолданбай-ақ мына графикке қарап табасақ та болады. 3 пен 6 секунд аралығында мінекей 16-дан 12-ні азайтып 4 метр деп аламыз. Сонда S тең болады 16 метр азайтылған 12 метр тең болады 4 метрге. Енді С тапсырмасында 6-9 секунд интервалындағы қозғалыс теңдеуін жазыңыз. Жалпы қозғалыс теңдеуін жазу үшін негізгі теңдеу жазылар x0 қосылған vt. Енді оқушылар, мұндағы x0 бізде 6 мен 9 секунд аралығын сұрап тұр. Мінекей x0 16-ға тең. Ал жылдамдығы жаңа таптық, жылдамдығы 4 метр секунд еді. А тапсырмасына тапқанбыз. Сонда x тең болады 16 және мұнда кеміп жатыр -4t деп аламыз.
д тапсырмасында дененің демалуға кеткен уақытын анықтаңыз. Мінекей оқушылар, мынау уақытта демалып тұр. Сонда т тең болады 12 секунд, азайтылған 9 секунд тең болады 3 секундқа. Сонда дене 3 секунд демалған. Енді е тапсырмасында 0,6 секунд интервалындағы қозғалыстың орташа жылдамдығын анықтаңыз. Е тапсырмасы бойынша 0 және 6 секунд аралығындағы орташа жылдамдықты есептейміз. Орташа жылдамдықты табу үшін S1-ді қосамыз S2-ге және T1-ді қосамыз T2-ге, осыларды бір-біріне бөлеміз. Бізде оқушылар S1 мінекей мынау аралықты аламыз 12 метрге тең. S2 3 пен 6 аралығында 16-тан 12-ні азайтамыз 4 метрге тең. Ал енді уақыты 0 мен 3 секунд аралығында 3 секундқа тең және 3 секунд пен 6 секунд аралығында 3 секундқа тең. Сонда 16 метрді бөлеміз 6 метрге. Екеуі де 2 деген санға бөлінеді. Мұнда 8, мұнда 3. 8-ді 3-ке бөлеміз. 2,16 метр секунд болады. Сонда оқушылар 9-шы тапсырманың соңғы тапсырмасы орташа жылдамдығы 2,16 метр бөлінген секундқа тең. Сонымен оқушылар 9 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Бүгінгі сабақ туралы қандай да бір пікірлерің болса, комментарийға жазыңдар. Егер қандай да бір сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұраңдар. Сау болыңдар.